Бүгін бұл апуайы мода, бірақ бұрын бұндай көзәйнеклер көзді емес, мәртебені қорғаған. Тарихтағы ең әйемгі көзәйнеклер инуит ямаса эскимосларда болған. Инуит арқа Канадада, Гренландия һәм Аляскада жасаушы қарлы аймақ халқы. Адамдар оларды бұрын эскимос деп атаған. Хәзір болса инуит деген дұрысырақ есептелінеді. Олар қар сәулеленуін кемиту үшін ағашқа кішкене тесік тесіп, сондай көзәйнек жасаған. Бірақ бұл техникалық қорғау. Хақиқи құяш көзәйнегі болса Қытайда, біздің эрамызға шекемгі 12-ші әсірде, ал басқа деректелерде 13-ші әсірде Италияда пайда болған делінеді. Оларды судьялар таққан. Бұндай көзәйнеклер көбінесе гуалардың жүзлерін жасыру үшін пайдаланылған, себебі судьялар көз көріністерін білмеу керек еді. Орта ғасырларда болса көзәйнек пұл һәм абырой белгісі болған. Көзәйнек таққан адам ямаса шпакер, ямаса рухани, я болмаса алым болған. Һәм тек 20-ші ғасырда кино жұлдызлары, мода ықыласпендлері һәм туристлер құяш көзәйнегін көз нұрларынан қорғау үшін пайдалана бастаған. Сіз бұл мағлұматларды алдын естігенсіз бе? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың.